Әйгілі Coca-Cola енді Еуропада сатылмайды. Құрамында химиялық қоспаның, оның ішінде хлораттың көп мөлшері анықталған екен. Осыдан кейін Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Ұлыбритания және Люксембург сияқты Еуропаның бірқатар елдері Coca-Cola'ны кері қайтарып жатыр. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. 27 қаңтарда Бельгияның азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі федералды агенттігі Coca-Cola өнімдерінен хлораттың өте жоғары мөлшерін анықтаған. Бұл оқиғадан кейін Coca-Cola'ның Еуропадағы филиалы Бельгия мен Люксембургтегі өнімдерін кері қайтара бастады. Ал Le Monde'нің жазуынша хлораттың бұл түрі Нидерланды, Ұлыбритания, Франция, Германия сияқты елдерде де кездеседі дейді. Осыдан кейін Нидерланд өнімдері кері қайтара бастаған, ал Ұлыбританиядағы өнімдерінің көбі сатылып кеткен екен. Coca-Cola өнімдерінің шыны және пластик бөтелкесіндегі хлораттың өндірістік коды 328 мен 338 аралығында белгіленеді дейді. Және бұл бөтелкенің түбінде немесе мойын жағында орналасады екен. Coca-Cola'ның Еуропадағы филиалы бұл өнімдерді тұтынбауға шақырады. Егерде сатып алған жағдайда тауарларды сатып алған жеріне барып, кері қайтарып, ақшасын алуға болады дейді. Хлорат жалпы негізінен хлорланған суды тамақ өңдеу үшін пайдаланғанда немесе өңдеуге арналған жабдықтарды дезинфекциялау кезінде пайда болады. Еуропалық азық-түлік қауіпсіздік агенттігінің ақпаратынша, тағамдардағы әсіресе ауыз судағы хлораттың көп мөлшерде пайда болуы балалардың, оның ішінде йод тапшылығы бар балалардың денсаулығына кері әсер ету мүмкін дейді. Ал жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының белгіленген нормасы бойынша судағы хлораттың мөлшері килограммына 0,7 мг болады дейді. Қазақстандық Coca-Cola компаниясында және санитарлық эпидемиологиялық комитетте әзірге бұл туралы нақты ақпарат жоқ. Ал сіз Coca-Cola'ны қаншалықты көп ішесіз? Ойыңызды комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.